Менің ойым бұл жерде біздің мына 3 операторда жұмыс жасап жүрген біздің қазақстандық азаматтарға арналады. Енді тыңдағандары, дұрыс қабылдағандары қабылдайды деп ойлаймын. Мен әрқашан былай айтамын. Бізде мысалға қазір нені жақсы көреміз? Экспаттарды, енді шетелден келген біздің әріптестерімізді ұрысқанды жақсы көреміз. Ой, экспатты алып таста, мен дайынмын, оның орнына келуге дайынмын. Мен қазір тек КПО-ның директор болуға дайынмын, ТШО-ның директор болуға дайын деген. Мүмкін ол дайын адам да бар шығар, дайын емес те бар шығар. Бірақ менің ойым және соларға жеткізетінім всегда ол былай. Біз оларға, мысалға, Рашид Хасенұлы, сіз Эйни компаниясының атынан келіп бізде отырсыз. Мерей, сіз Shell компаниясының атынан келіп отырсыз. Мен оларға айтамын, сіз оларға Рашид Хасенұлы және Мерей ретінде қарамаңыздар. Себебі оларды үлкен алпауыт консорциум корпорациялар жіберіп отыр. 100 жылдан астам өзінің тарихтары бар. 100 жылдан астам жинаған компетенциялары бар. Өздерінің керемет қандай тарихы, жаңағы енді тәжірибесі бар. Және біздер соны пайдаланып, солар арқылы солардың компетенциясын өзімізге алуымыз керек.